КМФ іскер ханымы 2021 байқауына қатысуға өтінім беру өте оңай. Байқауға өтінім берген сәтте кемінде 3 өтелген кредиті бар белсенді клиент болып табылатын кәсіпкер әйелдер қатыса алатын есте сақтаңыз. Алдымен ұялы телефоннан немесе компьютерден КМФ іскер ханымы .kz сайтына өтіп, бетті төмен айналдырып, ережелермен танысыңыз. Әрі қарай басты бетте өтінім беру батырмасын басыңыз. Сонда сіз өтінім берушінің сауалнамасын көресіз. Біз жауап беру кезінде қиындықтар туынды мүмкін кейбір сұрақтарға шолу жасаймыз. Қалған сұрақтарға өзіңіз жауап бере аласыз. Жеке ақпаратты байланыс мәліметтерін толтырыңыз және бизнес аясында түскен фотосуреттеріңізді тіркеңіз. Бірінші критерий – бизнестің өсуі. Қызмет секторын және соңғы 3 жылда сіз құрған жұмыс орындарының санын таңдаңыз. Екінші критерийге көшейік. Үздіксіздік пен тұрақтылық. Мұнда сіз дағдарыс жағдайында бизнесті өз қаражатыңызбен қолдай алатындығыңызды анықтауыңыз керек. Егер сізде бизнеске қатыспайтын депозит немесе жинақ болса, кредитке жүгінбестен бизнеске қанша уақыт қолдай аласыз? Әрі қарай бизнесіңіздің өсу және кірісілік әлеуетін бағалаңыз. Бұл жолы біз дағдарыс уақыт емес деп елестейік. Мысалы, пандемияға дейін сұраққа жауап бере отырып, барлық шығындарды жапқаннан кейін соманы қанша бөлігі сізге қалатынын есептеңіз. 3 жылдан кейін өз бизнесіңізді қалай көретініңіз туралы сұраққа жауап беріңіз. Бірақ нақты мүмкіндіктерді қарастырыңыз. Көптеген кәсіпкерлер кірістер мен шығыстарды есепке алуға әртүрлі тәсілдерін қолданады. Бұл қарапайым дәптер, КМФ таратқан есеп дәптері немесе мобильді қосымша болуы мүмкін. Сіз кірістер мен шығыстардың есебін жүргізесіз бе деген сұраққа жауап берген кезде сол есіңізде болсын. Қалған критерийлерге көшейік. Қызметтеріңізді жылжыту үшін қандай әдістерді қолданатыныңызды таңдаңыз. Мысалы, егер сіз жазғы балалар киімін сатып алғанда көзілдірік немесе құтқару шеңберін ұсынасыз. Жетілдірілген өнімдер, қызметтер тармағын таңдаңыз. Егер сіз біреудің өнімін өз дүкеніңізде жарнамаласаңыз және ол үшін жеткізушіден жеңілдік аласыз, онда азар тиімді, ынтымақтастық және тағы басқа таңдаңыз. Бизнестің маңызды жетістіктері туралы сұраққа жауап бере отырып, сіз үшін не маңызды болғанын есіңізге түсіріңіз. Мүмкін сіз пандемия кезінде бизнесті сақтап, жаңа сауда ашып, қызмет түрін өзгерттіңіз, қосымша бизнес аштыңыз, немесе әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналыстыңыз. Мысалы, әлеуметтік осал адамдарды жұмысқа қабылдадыңыз, немесе оларға қызмет көрсетесіз. Сауалнама соңында сіз байқаудың барлық шарттарымен танысқаныңызды және дұрыс ақпарат берілгеніңізді растайтыныңызға назар аударыңыз. Сондай-ақ сіз КМФ ақпараттық ресурстарында орналастыру мақсатында дербес деректі жинауға және өңдеуге, фото және бейне түсірілімге келісім бересіз. Сіздердің өтінімдеріңізді күтеміз және барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. КМФ іскер ханымы конференциясында кездескенше.